Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Есімім Гүлфия. Бүгін сіздермен бірге 20 минутта ғана дайын болатын өте дәмді, әдемі печеньенің жасалу жолымен бөлісемін. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан-ақ өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Жұмыртқаны ыдысқа саламыз, қант қосамыз және жақсылап араластырамыз. Қант ерігенше араластыру қажет. Жақсылап араластырғаннан кейін сүт, сұйық май қосып, тағы да аздап араластырамыз. Електен өткізіп, ұнның жартысын қосамыз. Содан кейін крахмал, қопсытқыш қосып, тағы да аздап араластырамыз. Мен кукурузды крахмал қостым, картоп крахмалын қосуға да болады. Ұнның жартысын қосамын, електен өткізіп. Оның кішкене көп немесе аз кетуі мүмкін. Жақсылап араластырамыз. Содан кейін қамыр елеміз. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Қолға жабыспайды. Мұны қараңыздаршы. Біркелкі жұмсақ болып шығады. Оның да қажеті жоқ, яғни қолға мүлдем жабыспайды. Бірден печеньені жасай береміз. Қамырды қоюдың қажеті жоқ. Ортасынан бөлемін. Жарты бөлігін шетке алып қоясыздар. Жарты бөлігінен қазір печенье дайындаймыз. Қамырды кішкене созамыз. Дайын қамырды біркелкі етіп кесеміз. Арнайы форманың қажеті жоқ. Осылай пышақпен кесесіздер. Біркелкі өте дәмді печенье болып шығады. Мұны қараңыздаршы, өте әдемі. Пергамент төселген формаға салып, 180 градуста 15-20 минут пісіресіздер. Ұзақ пісірудің қажеті жоқ, тек печенье ағарса жеткілікті. Печенье пісті, жақсы көтерілді, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Қараңыздаршы. Және қалауларыңыз бойынша қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Мен қант ұнтағын септім. Сол кезде өте әдемі болып шықты. Қазір сіздерге ортасын бөліп көрсетемін. Толығымен піскен. Егер осы рецепт бойынша 20 минутта печенье дайындасаңыздар, төменде комментарийға жазып, өз ойларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын. Қараңыздаршы, біркелкі болып толығымен пісті.